Сәлеметсіздер ме? Мен Мақсұт Ақбота, Бөрлі ауданының Ақсай қаласының номер 2 мектебінің 10-шы А сынып оқушысымын. Мен мұғалім мамандығын таңдаймын. Бүгінгі менің мақсатым мамандық таңдау жолында дұрыс көзқарастар қалыптастыру, мұғалімдік мамандықтың ерекшеліктерін түсіндіру және де тарихы мен ғылымы жөнінде мағлұматтар беру. Педагогика барлық ғылымдар сияқты философия ғылымы аясында көзқарастармен қарастырылған. Ежелгі грек философтары Гераклит, Демокрит, Вайс секілді ғалымдардың педагогикаға қосқан үлесі зор. Педагогика деген ұғым көне грек елдерінде біздің эраға дейінгі бұрынғы 2000 жарым жылдары пайда болған дейді. Педагогика деген сөз, яғни термин көне грек тілінен шыққан. Ол балаларды ертіп жүру, баланы жетектеп мектепке апару деген сөз. Мамандықтың бәрі жақсы, қажеттісін таңдай біл. Менің бүгін сіздерге таныстыратын мамандығым мұғалім мамандығы. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай Құнанбаев. Ұстаздаудан арқырай аққан тау өзені секілді, айналасына қуат беріп, жолына кездескендерді суымен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып дамылдайды. Қиындығы мен қызығы мол осы мамандықты мен бала күнімнен армандаған болатынмын. Адам баласына көмектесу, игілікті істердің басталмасы. Мектеп балалардың екінші үй болса, мұғалімдер балалардың екінші ата-анасы секілді. Әр үйдің ерке балалардың бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау ол оңай істердің бірі емес. Мамандықтың оң және теріс жақтары кез келген басқа іс-шаралар сияқты бұл сабақта да монетаның екі жағы бар. Кәсібінің оқытушысы оның артықшылығы мен кемшіліктері өзара тығыз байланысты. Өте күрделі және ең күрделілердің бірі. Оң жағы балалармен тұрақты байланыс. Егер сіз оларды жақсы көретін болсаңыз, олар да сізге өзін жақсылығынан көрсетеді. Оқушылармен үнемі болсан, олардың жасыл пікірлерін тыңдап шынайы күлімсіреуден көрі бұл көп нәрсе. Бұл қызметтің қиындығы сөзсіз. Мұғалім мамандығы біз қарайтын артықшылықтар мен кемшіліктері адамнан көп шыдамдылық қажет. Өйткені оқушылар әрдайым бақытты, ақылды және сыпайы емес. Барлық балалардың әртүрлі, олардың болжауы, жарты шайқас. Барлық адамдарға түзету жолына қою, оларды ілімінің жеңіл екеніне көз жеткізу үшін және дұрыс емес жолмен жүрсеңіз, өмірдегі бұл қараңғылыққа қажет болар еді. Соңғы жылдары мектеп жұмысы онша беделді емес сияқты көріне бастады. Жалақы барлық үстемелерге қарамастан, сіз өте көп жұмыс жасау қажетсіз. Алайда педагогикалық университеттерде әлі де болса біршама жетіспеушілік байқалады. Ал оған осы мұғалімдік оқуға түсемін дейтін оқушылар өте көп. Бірақ содан кейін бәрі мектепте жұмыс табуға, жетістікке жете бермейді. Оқу бітіргеннен кейін мектепте қалай жұмысқа орналасуға болады деген осы сұрақ көбісі мазалайды. Әдетте педагогикалық университеттің кез келген студенті мектепке кемінде бір рет тәжірибеден өтеді, яғни өз пәнін үйретеді. Сондықтан жұмыс табудың ең оңай жолы бұл тәжірибеден кейін осы мектепте бірнеше жыл жұмыс жасау, мектептен бітіргеннен кейін осы мектепте жұмыс істеуге ниет білдіру арқылы өзіңе орын бөлу. Адам тәрбиелеу ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы ұстаз. Мемлекетке әр мамандық қажет, алайда оны дұрыс таңдау бағының ашылғаны. Қазақ үш-ақ мамандықта біледі: қара жұмысы директор және бас директор. Араларындағы салаларды ойламайды да. Шын мәнінде халқына пайдалы азамат болуға тырысу маңызды. Керісінше халық саған пайдалы болуы емес. Өз ісінің білгір маманы болғанға не жетсін? Сол үшін білім алуға барлық күш-жігерімізді жұмсап, жұмыс жасаймыз деген сенімдемін. Мен мамандық таңдаудан қателеспедім деген ойдамын. Қорытыла келе айтарымыз, бүгінгі таңда халықаралық ұлттық және өмірлік мәнмәтіндерде өлшеудің, бағалаудың, тестілеу мен сараптаудың ғылыми практикалық негіздерін меңгерген білім және ғылым саласындағы педагогикалық өлшеулер бойынша дайындық мәселесі өзекті болып қалуда. Сондықтан педагогикалық өлшеулер бойынша мамандар даярлауға басты назар аударылады. Сарапшылар ЖО-да осы салама мамандарын даярлау процесі мен іс жүзінде нақты кәсіби қызмет жағдайлары арасындағы алшақтықтың бар екенін атап өтті. Бұл айырмашылықтар клавиметрия бойынша мамандарды кәсіби даярлау процесінде белгілі бір проблемалар мен қиындықтардың қалыптасуын анықтайды.
Мына жерде сіз қолданылған әдебиеттерімді көре аласыздар.